Саламатсыздар ма оқушылар? Менің есімім Деңгелбаева Айнұр Үсеновна. Ақтөбе қаласы номері 36 қазақ орта мектебінің информатика пәні мұғалімі. Сіздерді бүгінгі онлайн сабағымызда көргеніме қуаныштымын. Ендеше 5 класстар бойынша сабағымызды бастайық. Назарларымызды экранға аударайық. Өткен тақырыптарды еске түсіру мақсатында мына SMS сұрақтарына жауап берейік. Алгоритм дегеніміз не? Алгоритмнің неше түрі бар? Сызықтық алгоритмге мысал келтіріңіз. Тармақталған алгоритм мен циклдық алгоритмнің айырмашылығы қандай? Scratch программалау ортасында нысанды қалай атайды? Жақсы. Экранда берілген 4 суреттің байланыстарын түсіндіріңіз. Экранда берілген барлық мультфильм кейіпкерлері қозғалысқа келтірілген. Ал суреттерді қозғалысқа келтіруді біз анимация деп атаймыз. Яғни бүгінгі сабағымыздың тақырыбы анимация құру. Бүгінгі сабақта сіздер Scratch программалау ортасында спрайттарды құру және оған анимация, фон, дыбыс жасауды үйренесіздер. Анимация терминіне, анимацияның анықтамасына тоқталайық. Анимация термині латынның аниме, жан сөзінен шыққан, жандану, тірілу деген мағынаны білдіреді. Анимацияға анықтама беретін болсақ, анимация, animation қозғалыстың әртүрлі кезеңіне сәйкес кескіндер тізбегін экранда жылдамдата көрсету арқылы дене қозғалысы динамикасын экранда бейнелеу тәсілін айтамыз. Практикалық тапсырманы орындауға көшейік. Интернет желісінен жобаға қажетті суреттер мен әуендерді жүктеп аласыздар. Екінші, Scratch программалау ортасын іске қосыңдар. Фон батырмасы арқылы суретті Scratch бағдарламасына жүктейсіңдер. Программа алгоритмін төмендегі скриптер бойынша құрамыз. Ал енді осы жобамызды практикада жасап көрейік. Браузерімізді ашып, онлайн Scratch Studio сайтына көшеміз. Осы сайттан начать создать батырмасын басу арқылы өзіміздің жобамызды құруға болады. Жаңағы айтып кеткендей, біз фон, музыка кірістіруіміз керек, және фонда бізде анимация болу керек. Ол үшін сіздер алдын ала жүктеп алған суреттеріңізді сахна бөліміне барып, загрузить фон дегенді басасыз. Фонды басқаннан кейін суреттердің барлығын белгілеп алып, открыть батырмасын басамын. Көріп тұрғандарыңыздай бірнеше суреттер жүктелді. Мына суреттеріңіз кішкентай болған жағдайда біз артына заливка арқылы фон беруімізге болады. Екінші, бізге мына кейіпкеріміз қажет емес. Сондықтан оны жоюымызға да болады. Әуенді кірістіреміз, звуки батырмасын басып, бұл жерден өзіміз таңдап алған компьютердегі звугымызды қоямыз. Загрузить звук батырмасын басып, ана туралы әуенді кірістіреміз. Тыңдап көрейік. Енді программаның алгоритмін скрипттерін құрамыз. Событиеден бастаймыз.
Когда флажок нажать. Енді бізде бірден музыка ойнау керек фонда. Сондықтан включить звук скриптісін қоямыз. Одан кейін фонымыз анимация жасау үшін управление блогының ішіндегі іс-әрекеттерді қайталау блогын қоямыз, повторить всегда. Және енді фонды ауыстыру үшін внешний вид переключить фон. Бұл жерде бірінші суретімізден бастасын. Және әр фон ауысқаннан кейін 2 минут 2 секунд күтуді қояйық. Келесі фонға, следующий фон. Управление. Ждать. Яғни менде 4 костюм болғандықтан 4 рет ауысатындай қылып, келесі фонға 4 рет ауысатындай қылып. Және араларына 1 секунд емес, 2 секунд. Күтетіндей қылып. Ал енді тексерейік жобамызды. Осылай Scratch студиясында өзіміздің жобамызды жасауымызға болады. Келесі тапсырма. Сонымен балалар, экранға анимация жасау үшін қандай скрипттерді пайдаланамыз? Келесі тапсырмамыз, браузерлеріңіздің мекен-жайы жазылатын жерге мына төмендегі сілтемені жазып, Learning App қосымшасында сәйкестендіру тапсырмаларын орындаңыз. Сәйкестендіру тапсырмаларын орындап болғаннан кейін дұрыс-бұрыстығын тексеріп, экранды скриншотқа түсіріп, WhatsApp желісі арқылы немесе күнделік KZ сайты арқылы жіберіңіздер. Үйге тапсырма оқулық бойынша 174-175 беттеріндегі АВС деңгейлеріндегі тапсырмалардың біреуін таңдап, жоба құрыңыздар. Жобаларыңызды WhatsApp желісі немесе күнделік KZ сайты арқылы кері байланыс берулеріңіз сұралады. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.